Құстар кеңесі. Көктем келді. Жасыл далаға күннің нұры төгіліп, ағаштарға құстар қайта оралды. Бір биік теректе торғай, қарлығаш, көгершін және үкі жиналды. Олар маңызды кеңес өткізбек еді. Адамдар бізге ұя салуға көмектесіп жүр, деді қарлығаш. Ал біз оларға қалай жақсылық жасай аламыз, деп ойланды торғай. Үкі үнсіз тыңдап отырып, әр құстың өз міндеті бар. Соған адал болсақ, жеткілікті, деді байыппен. Сол күні торғай егін басындағы зиянды жәндіктерді шоқып жеді. Қарлығаш балалардың үйінің маңына ұя салып, таң сайын шаттық әнін шырқады. Көгершін аулада тыныштық пен мейірім сыйлады. Ал үкі түнде бәрін күзетіп жүрді. Күндер өтті. Ауыл адамдары «Биыл егініміз бітік болды» деп қуанды. Таңертең құстардың үнімен ояну қандай керемет, деді балалар. Құстар тағы да терекке жиналды. Біз азбыз деп ойлаған едік, деді торғай. Бірақ бірге болсаң, кішкентай істе үлкен жақсылыққа айналады, деді үкі. Сол сәтте самал жел соғып, құстар қанаттарын қағып көкке көтерілді. Содан бері бұл ауылда құстарды ешкім ренжітпейтін болды. Ал құстар адамдарға әрдайым жақсылық тілеп ұшып жүрді. Ертегі осымен аяқталды. Ертегіміз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.